Спойлерлер бар, сақ болыңдар және қамқор болыңдар. Фильм Шотландияның шағын аралындағы маякта басталады. Онда басты кейіпкеріміз Майкл Мейсон өркениеттен алшақ жалғыз өмір сүреді. Ол аралдан ешқашан шықпайды және апта сайын біреу оған өмір сүруге қажетті заттарды әкеліп тұрады. Жеткізуші адам жиі Джесси есімді қызды жәшіктерді кіреберіске әкелуге жібереді. Джесси Мейсонмен сөйлесуге тырысады және оған сыйлықтар қалдырады, бірақ ол әрқашан оны елемей, үйінің ішінде жабылып қалады. Содан кейін біз Мейсонның күнделікті өмірін көреміз. Ол өзінің адал итімен жалғыз уақыт өткізуден және шахматты жалғыз ойнаудан тұрады. Шахмат, дейді ол. Бір күні Джесси әдеттегідей заттарды жеткізуге келеді, ал оның ағасы қайықта күтіп тұрады. Бұл жолы Джесси Мейсонды заттармен шағын сыйлықтар үшін алғыс айтпаған үшін шақырады. Мейсон суық түрде оған қайтып келмеуін айтады және есікті тарс жауып тастайды. Бірақ ашулы қыз оның осындай шөл далада, әсіресе маяк енді жұмыс істемейтін жерде не істеп жүргенін білуін талап етеді. Мейсон оны мүлдем елемейді, сондықтан ренжіген Джесси ағасына қарай қайыққа бет алады. Алайда жағдай күрт өзгереді. Ауа райы қатты өзгереді және қорқынышты дауыл тұрады. Теңіз толқындады, ал толқындар арасында шағын қайық аударылып, қыз суға батып бара жатыр. Біраз уақыттан кейін Мейсон терезеден апатты көреді және бір секундта үндемей сыртқа шығады. Ол өз қайығына мініп, судың күшті күшіне қарсы күреседі. Қиын күрестен кейін ол Джессиге жетеді, бірақ оның ағасының бағы болмайды. Мейсон ес-түссіз қызды қайығына тартып алады және өкпесінен суды шығарып, тыныс алуына көмектеседі. Ішке кірген соң Мейсон Джессидің бір аяғында ауыр жарақат барын байқайды. Джесси оянғанда ағасы туралы сұрайды, бірақ Мейсон оның қайтыс болғанын айтады. Бұл кішкентай қызды қатты қайғыртады. Келесі күні таңертең Мейсон Джессидің жарақатын тексереді. Ол өте терең, сондықтан ол оны мүмкіндігінше жақсылап емдеп таңып қояды. Джесси тынышсызданып шыққысы келеді, өйткені оның отбасы оны іздеп жатыр. Мейсон оның ата-анасы қайтыс болғанын және ағасының жалғыз туысы болғанын білетінін айтады. Қыз оның өзі туралы қаншалықты көп білетініне таң қалады. Мейсон оның ағасының жақын досы болғанын және олардың екеуінің де теңіз әскерінде бірге қызмет еткенін айтады. Содан кейін ол үйден біраз уақытқа шығып кетеді. Сол кезде Джесси жақын жердегі пышақты алып, қорғану үшін сақтап қояды. Сол түні Джесси түсінде қорқынышты көреді және айқайлай бастайды. Сондықтан Мейсон оны тыныштандыру үшін жақындайды. Бірақ ол оны ауыртатын шығар деп ойлап, пышақты көрсетеді. Мейсон оған тек жұбату үшін келгенін еске салады. Содан кейін пышақты қалай дұрыс ұстау керектігін және қажет болса, қалай қолдану керектігін үйретеді. Келесі күндері Мейсон мен Джесси арасындағы байланыс біртіндеп күшейеді және ол оған қорғаушы әке сияқты қарай бастайды. Джесси де Мейсонның итіне күшті сүйіспеншілік танытады және онымен ойнап, өзін бақытты сезінеді. Бір күні ол Мейсонның атын сұрайды, өйткені әлі білмейді, бірақ ол айтудан бас тартады. Содан кейін итінің атын сұрайды, бірақ Мейсон оның аты жоқ дейді, сондықтан Джесси оны Джек деп атайды. Джесси содан кейін Мейсонмен шахмат ойнай бастайды және қатты қарсылас болып шығады. Бұл оны қызықтырады. Кейін Мейсон Джессидің аяғындағы жарақатының емделмей жатқанын және инфекцияның күшейіп жатқанын байқайды, сондықтан ауруханаға баруды ұсынады. Бірақ Мейсон қандайда бір себеппен қатаң бас тартады. Содан кейін ол аралдан шығып, жақын жағалаудағы қалаға барып, дәрі-дәрмек сатып алуды шешеді. Қалаға келгенде Мейсон өте сақ болады. Бетін қалпақ астында жасырып жүреді және қауіпсіздік камераларынан аулақ болады. Сцена Лондонға ауысады. Онда бірнеше үкімет шенеуніктері Манафорт есімді адамды сұраққа алады. Ол Ма-6 деп аталатын құпия қызметті басқарған. Оның Кей атты өнертабысы туралы сұрақ қойылады. Бұл камералар арқылы адамдарды бақылайтын жасанды интеллект. Кей сонымен қатар дүние жүзіндегі телефон әңгімелерін тыңдап, маңызды ақпарат жинайды. Бұл құпиялылықтың қатты бұзылуына себеп болады. Алайда Манафорт өз әрекеттерін ақтауға тырысады, өйткені жүйе бірнеше террористік шабуылдардың алдын алған дейді. Оның дәлелдеріне қарамастан билік жүйені дереу өшіруді талап етеді. Кейін Манафорт премьер-министрден қолдау сұрайды. Ол жобаның пайдалы болғанын мойындайды, бірақ алдағы сайлауларға байланысты оны ашық қолдаудан бас тартады.
Сондықтан ол Манафортқа жүйені құпия түрде жалғастыруды және көпшілік алдында көрінбеуді ұсынады. Басқа бір сценада біз Мейсонның дүкенге барып, Джессиге жаңа киімдер сатып алғанын көреміз. Алайда көшеде жүріп, әлеуметтік желілерге видео түсіріп жүрген қыздар тобының жанынан өтеді. Өкінішке орай, бұл ауыр салдарға әкеледі, өйткені оның беті камераға түсіп қалады және дереу арқылы өңделеді. Ақпарат Ма-6 барлау агенттігінің жаңа басшысы Робертаға жетеді. Директор Мейсонның орнын анықтап, оны Алжирдегі Британ елшілігін бомбалаған террорист ретінде анықтайды. Роберта дереу арнайы күштер тобын Аралға жіберіп, оны тұтқындауды бұйырады. Аралға қайтып оралсақ, біз Мейсонның Джессидің аяғын таңып жатқанын көреміз. Содан кейін ол оған жаңа киімдер береді. Бұл оны өте қуантады. Сенің өмірің үшін қауіп төндіргенің үшін ең аз дегенім осы. Кешке олар бірге тыныш кешкі ас ішеді. Кенеттен Мейсон сырттан бір түрлі шу естиді. Қараса, қаруланған агенттерді алып бара жатқан бірнеше қайықтарды көреді. Қараңғы түсіп тұрғанда Мейсон дереу шайқасқа дайындала бастады және Джессиге пышақпен ваннаға жасырынуын айтады. Содан кейін сыртқа шығады. Ол өте білікті адам болып шығады және периметрдің айналасына жасырын қорған шараларын орнатқан. Офицерлер түскен бойда ол жарылғыш заттарды іске қосады. Бұл шабуылшылар арасында дереу өлім-жітімге әкеледі. Аман қалған агенттер алға жылжымақ болады, бірақ өлімге әкелетін тұзақтарға түсіп, олардың көбін жояды. Үйде жалғыз, бірақ жігіттер үшін. Бір офицер Мейсонды атып, оны қатты жаралайды, бірақ біздің қаһарман күресті жалғастырады және жауларын жеңеді. Осы кезде бір агент үйге кіреді, және Джек оған шабуыл жасамақ болады, бірақ агент итті өлтіріп тастайды. Ваннада жасырынған Джесси қорқады, және көп ұзамай ол да агентке тұтқынға түседі. Ол оны үйден алып кетеді, бұл Мейсонның назарына ілінеді. Жарақат алғанына қарамастан, ол батыл күресіп, агентті өлтіреді, және қызды құтқарады. Осыдан кейін Мейсон Джессиге қайыққа мініп, аралдан дереу кету керектігін айтады. Джесси жылап, Джекті қалдыра алмайтынын айтады, бірақ Мейсон оның қайтыс болғанын айтады. Олар қайыққа мініп, қашып кетеді. Ма-6 базасында Роберта өзінің барлық агенттерінің бір адамның қолынан өлгеніне сенбей қарайды. Ол қарапайым қылмыскермен емес екенін түсінеді, сондықтан Ма-6-тың ең білікті оперативниктерінің бірі Варкманды жібереді. Сонымен бірге ол өз командасына кішкентай қыз Джесси туралы барлығын білуін бұйырады. Көп ұзамай олар ферма үйіне жетеді. Онда Мейсон Джессиге қару береді және оны қалай қолдану керектігін үйретеді. Содан кейін ол оны сыртта күтуін айтады, ал өзі үйге кіріп, дәрі-дәрмек іздей бастайды. Өкінішке орай, оны кішкентай бала байқап қояды және біраз уақыттан кейін баланың әкесі де қарумен келіп, Мейсонды кетуін талап етеді. Алайда Джесси қаруын адамға бағыттап, ауыр жарақат алған Мейсонға көмектесуін өтінеді. Ма-6 тек фермадағы баланың екі бөтен адам туралы полицияға қоңырау шалғанын тыңдайды. Агенттер таң қалады. Мейсон террорист емес екен және біреу оның профилін қылмыскермен байланыстырып, оны кінәлі етіп көрсеткен. Қосымша зерттеуден кейін олар Мейсонның нақты жазбаларының қандай да бір себеппен өшірілгенін табады. Роберта Мейсонның Ма-6-тың бұрынғы элиталық агент екенін түсінеді, бірақ ол неге заңнан қашып жүр. Роберта өз командасына Мейсонды тұтқындауды бұйырады, бірақ оны өлтірмеуді айтады, өйткені оны сұраққа алғысы келеді. Басқа жерде Манафорт Варкманға құпия бұйрық жібереді. Мейсон мен қызды ешқандай із қалдырмай өлтіруді. Сцена ферма үйіне қайтады, онда отбасының әкесі Мейсонның жарақатын емдеп бітіреді. Мейсон оларға алғыс айтады және кетуге дайындалады, сол кезде бала қонақ бөлмеге қайтады. Мейсон оның қайда болғанын сұрайды және баланың полиция шақырғанын түсінеді. Уайымдап ол барлығын жасырынуын айтады, өйткені полиция үйді қоршап алады. Роберта бүкіл жағдайды бақылау камералары мен спутник арқылы көреді. Көп ұзамай баланың әкесі сыртқа шығып, не болып жатқанын тексереді, бірақ қашықтағы снайперлік мылтықпен жасырынған Варкман оны өлтіреді. Ол тіпті бірнеше полиция офицерін өлтіреді және аймақта дүрбелең тудырады. Көп ұзамай Мейсон басқа полиция офицерлеріне кездеседі, оларды қарусыздандырады және патруль көлігін ұрлап, жылдамдықпен кетеді. Алайда Варкман басқа көлікте оларды қуып, оқ атуды жалғастырады.
Қауіпті маневрде Мейсон кенеттен бұрылып, Варкманның көлігін жолдан шығарып тастайды. Бұл қашуға мүмкіндік береді. Басқа бір сценада Роберта Манафортты шақырады және Мейсонның кім екенін білуін талап етеді. Ол бірнеше жыл бұрын Black Kite атты құпия операциялар бөлімін құрғанын түсіндіреді. Мейсон оның ең жақсы агенті және кез келген миссияны орындайтын жоғары дайындықты агент болған. Бір рет Манафорт оған қауіпті шетелдік шенеунікті өлтіруді бұйырған, бірақ Мейсон бұйрықты орындаудан бас тартып, жоғалып кеткен. Бұл Манафортты оның сатқын болғанына сендірген. Келесі сөзінде Манафорт Робертаға Мейсонның ең қауіпті адам екенін және оны тоқтату үшін мемлекеттің толық күшін қажет ететінін ескертеді. Алайда Роберта оның нұсқасына сенбейді және өз зерттеуін жүргізуді бұйырады. Ол көп ұзамай аталған шетелдік шенеуніктің Иранның ядролық қару бағдарламасы туралы құпия ақпарат берген ирандық ғалым болғанын табады. Алайда активті қорғаудың орнына Манафорт ғалымды өлтіруді бұйырған, өйткені оны жоққа шығаруға мүмкіндік береді. Мейсон өзінің моральдық пікірін таңдап, миссияны тастап кеткен. Манафорт бұны сатқындық деп санаған және оны Ма-6 тың жоғары басымдықты нысана тізіміне қосқан. Көп ұзамай олар шағын шіркеуге жетеді. Онда Мейсонның ескі досы Артурмен кездеседі. Ол оларды өз үйіне апарады. Артур Ма-6 тегі бұрынғы компьютер маманы болып шығады. Ол Манафортпен бірге CIA-ді құруға көмектескен. Ол Мейсонның жеке басын Абердиннен келген мұнай жұмысшысына өзгерткенін түсіндіреді. Алайда біреу шындықты ашқан және оны жоғары құнды террористтің жеке басымен ауыстырған. Мейсон жалғыз жолдың Манафортпен бетпе-бет келу екенін түсінеді. Сондықтан досынан Джессиге қарауды сұрайды. Бірақ Артур бас тартады, өйткені ол қатерлі ісікпен ауырады және бірнеше ай ғана қалғанын айтады. Бұны естіген Мейсон қайғырады. Сондықтан ол Кемал есімді біреуге хабарласып, Джессидің Ұлыбританиядан қауіпсіз шығарылуын қамтамасыз етеді. Артур Кемалдың белгілі қылмыскер екенін айтып қарсы болады, бірақ Мейсон басқа амалы жоқ дейді. Олар көлікке мініп кетуге дайындала бастағанда, Мейсон кенеттен бөтен адамның барын сезеді. Ол Варкман болып шығады. Екі агент арасында қатыгез бетпе-бет шайқас басталады. Екеуі де бірдей элиталық дайындықтан өткен, бірақ Мейсон қарсыласын жаралайды және уақытша алаңдауды пайдаланып, Джесси мен Артурмен қашып кетеді. Көп ұзамай олар қалаға жетеді. Онда Мейсон мен Джесси Артурдан бөлініп, өз жолдарымен кетеді. Джесси неге бірге қала алмайтынын сұрайды. Ал ол Манафорт тірі тұрғанда оның қасында қауіпсіз болмайтынын түсіндіреді. Бар ішінде Мейсон Кемалмен сөйлеседі. Ол аңызға айналған агенттің тірі екеніне таңғалады. Мейсон оны Джессиді елден шығаруға, жаңа жеке бас беру және болашағы үшін ақша қамтамасыз ету үшін байланыстарын пайдалануын сұрайды. Кемал басында бас тартады, өйткені бұл күлкілі естіледі, бірақ Мейсон оны қорқытып, оның доктордағы заңсыз адам саудасы операциясы туралы барлығын білетінін айтады. Бұл жігіт сенің қамқор болатын кішкентай қызың үшін тамаша сияқты. Ол бұл ақпаратты полицияға Артурдың көмегімен беретінін айтады. Сондай-ақ ол биліктің оны осы жерге дейін қадағалап келгенін және оған 10 минуттан артық уақыт қалмағанын айтады. Бұны естіген Кемал ақыры көмектесуге келіседі және көп ұзамай Джессиге жаңа паспорт және 200 мың евро әкеледі. Содан кейін ол оларды докторға баруын айтады. Онда қайық Джессиді Испанияға апарады. Ертерек полициялар келген, бірақ бұл жолы жалған паспортқа уақыт жеткілікті болған. Осыдан кейін Мейсон мен Джесси клубтан шығуға тырысады. Кенеттен офицерлер орынға басып кіреді және хаос басталады. Варкман да жетеді және барлығын, тіпті офицерлерді де өлтіре бастайды. Мейсон қарсы күреседі және жауларды жояды, бірақ Джессиді қорғауға тырысады. Алайда оқ атудың ортасында бір офицер Джессиді ұстап алып, фургонға күштеп салады. Шарасыз Мейсон Артурға көмек сұрап хабарласады, ал ол қаланың камера желісін пайдаланып көлікті қадағалайды. Мейсон ұрлаушыларды қуады және қатты шайқастан кейін олардың әрқайсысын өлтіреді. Ол Джессимен мотоциклде қашып кетеді, ал Варкман оларды қуады. Көп ұзамай олар докторға жетеді. Онда Мейсон Джессиге қайыққа мініп, Испанияға кетуін айтады. Көз жасына толы Джесси оны тастамауын өтініп, оның осы әлемдегі жалғыз отбасы екенін айтады. Бірақ Мейсон өз әлемінің қауіпті екенін және оны сонда сүйрелей алмайтынын түсіндіреді. Эмоционалды қоштасудан кейін ол оны жібереді. Кейін Варкман жетеді және ол мен Мейсон оқтары таусылғандықтан қатыгез жұдырықтасады.
Ақырында Мейсон жас агентті жеңеді және металл затпен өлтіреді. Баркманның өмірін аяқтайды. Сцена бірнеше күннен кейін ауысады. Біз Манафортты өз резиденциясында көреміз. Кенеттен Мейсон онымен бетпе-бет келеді. Манафорт соңғы манипуляция әрекетін жасап, операцияға қайтуын өтініп, бірге үлкен жетістіктерге жетуіміз мүмкін дейді. Бла-бла, стереотиптік жолмен жазылған. Алайда Мейсон мұндай жемқор адамға қызықпайды, сондықтан оны басынан атып, өмірін аяқтайды. Сцена 3 айдан кейін ауысады. Біз Джессидің Испанияда қалыпты өмір сүріп жатқанын көреміз. Ол кафеда отыр, ал Роберта мен оның командасы Лондонда оны бақылайды. Олар Мейсонның келетініне сенімді және оны тұтқындауды жоспарлайды, өйткені ол қазір іздеуде жүрген қашқын. Алайда кенеттен кафенің ішіндегі камера реттеледі, және Лондондағы команда ештеңе көрмейді. Сол кезде даяшы Джессиге белгісіз адамнан шағын пакет береді. Оны ашқанда ішінен шахмат фигурасын табады. Джесси жұмсақ күлімсіреп, досының тірі екенін және қашықтан қарап тұрғанын түсінеді. Фильм Мейсонның көшедегі қарама-қарсы жақта тұрып, Джессиді бақылап тұрғанымен аяқталады.